қандай екен көрейік кәне. Көңіл күйлеріңіз қалай балдар? Жақсы. Жақсы болса, қазір маған сендер көңіл күйлеріңізді көрсетесіңдер. Балалар, сабақты керемет көңіл күймен бастайын. Менің әр шуағымнан тараған көңіл күйді көрсетіңдер. Және қай топ мүшесі екендігімді анықтап алыңдар. Иә. Қай топ мүшесі екенін анықтап аламыз. Нешінші топсыңдар сендер? Бірінші топсыңдар. Жарайсыңдар. Жарайсыңдар. Керемет. Жарайсыңдар балдар. Көңіл күйлеріңіз қалай екен? Жақсы екен. Олай болатын болса, біздер бүгін сабағымызды бастаймыз. Жақсы жауап береміз. Көңілді күймен, иә? Күннің нұрындай болып күліп жауап береміз. Ал енді өткен сабақты қайталаймыз балдар. Қоржын әдісі екен, иә? Ал қоржындағы шашақтарындағы жазылған сұрақтарға жауап беруіміз керек балдар. Жаңа тақырыпты ашу үшін біздер не істейміз? Қоржындағы сұрақтарға жауап береміз. Шашағындар, иә? Жақсы. Қане, дыбыстар нешеге бөлінеді? Қане, бәріміз айқайламаймыз. Қолыңызды көтеріп жауап беріңіз сұрайына. Дыбыстар екі. Қандай? Дауыссыз және дауыссыз. Қатты сөйлейміз, қатты. Ал енді екінші сұрақ. Жуан дауысты дыбыстарды ата. А, О, Ы. Жуан дауысты дыбыстарды ататын жарайсың. Жарайсыңдар. Қазір енді үшінші сұраққа жауап береміз балдар. Жіңішке дауысты дыбыстарды ата. Жарайсың. Тамаша жауап бердің. Енді неше сұраққа дайындалуымыз керек балдар? Төртінші сұраққа дайындалуымыз керек екен, иә? Дауысты және дауыссыздар бола алады. Жарайсың. Кәне бәріміз айтпаймыз, тек қана бір оқушы айту керек. Дауысты. Қандай сөздерде дауыссыз дыбыс болады? Қандай сөздерде дауыссыз дыбыс болып келеді? Қай сөздерден кейін дауысты болады? У дыбысы. Дауыссыз дыбыстан кейін. Иә, дауыссыз дыбыстан кейін у дыбысы келсе, не болады? Дауысты болады екен, иә? Ал дауыстан кейін у дыбысы келсе, не болады? Дауыссыз болады екен. Жарайсыңдар. Ал нешінші сұраққа келді? Төртті көріп, беске келген, иә, балдар? Айна сөйлеген дауысты дыбыстар қандай? Айна деген неше буыннан тұрды? Айна деген. Екі буыннан тұрды. Неше дыбыс бар? Дауысты дыбыстар неше дыбыс бар? Айна. Екі дауысты дыбыстар. Не? Жарайсың. Жақсы балдар, бүгінгі сұрақтарымыздың қоржындағы сұрақтардың бәріне жауап бердік. Тамаша жауап беріп жатырсыңдар балдар. Бүгін күннің күлімдегенін дейсіңдер. Енді балалар, бері қараңдар, бүгін сабағымыздың 20-шы қоңырау буын дегенді өтеді екен, иә балдар? Енді тыңдап отырамыз. Еліміздің астанасы. Мен оқимын, сіздер тыңдайсыңдар, рас ма? Еліміздің астанасы қай қала екен балалар? Нұр-Сұлтан қаласы екен, иә? Еліміздің астанасы Нұр-Сұлтан қаласы. Қаланың ортасымен Есіл өзені ағады. Қалада әсем ғимараттар көп екен. Онда бәйтерек, қашандар бар екен. Нұр-Сұлтан қаласы әдемі, оңған
қаласы. Қаланың ортасымен Есіл өзені ағады. Қалада әсем ғимараттар көп. Онда бәйтерек хан шатыры бар. Нұр-Сұлтан қаласы әдемі, ол маған ұнайды. Жарайсыңдар. Нұр-Сұлтан қаласы сендерге ұнай ма? Әдемі қала екен, иә? Онда қандай үйлер бар дейді? Бәйтерек, және тағы балалар ойнайтын ойын-сауықтар көп екен, иә? Ғимараттар көп екен, иә? Ғимарат дегеніміздің өзіне белгілі бір үлгімен салынған құрылыс нысанына келеді екенбіз, иә? Ғимарат деп. Мыналардың бәрі неге жатады екен? Ғимараттарға жатады екен, иә? Үлкен зәулім үйлер бар екен Астанада, Нұр-Сұлтан қаласында, иә? Біздің еліміздің астанасы Нұр-Сұлтан қаласы екен, иә? Әдемі қала екен ол. Енді балалар, бүгін сендерге буын дегенді өтеміз. 20-шы қоңырау кітаптың бетін ашамыз, жұмыс кітаптерімізді ашып отырамыз. Бүгін буын дегенді өтеміз. Буын дегеніміз не, балалар? Буын дегеніміз не? Сөз буынға бөлінеді екен, иә? Сөзде қанша дауысты дыбыс болса, сонша буын болады екен, иә? Олай болатын болса, ал буынды сөздерді ер деген сөз. Қараңдаршы, буынға бөліне ме, бөлінбей ме? Неше буыннан тұрған сөз ол? Ер. Бір буыннан сөз. Ер, иә? Бір буыннан тұрған сөз екен. Ал енді ата деген сөз. Неше буыннан тұрған? Екі буыннан тұр екен. Ал жаңғақ деген сөз. Жұмысшы деген сөз. Енді, бер қараңдар, балдар. Ең бірінші ер дегенде бір буыннан тұрады деп айтып жатырмыз. Осының ішінде дауысты дыбыс бар ма? Қайсы дауысты дыбыс? Ер, иә? Ал ырнеге дауысты дыбыс екен, иә? Ата дегенде неше дауысты дыбыс бар? Екі. Сол себепті неге? Сөзде қанша дауысты дыбыс болса, сонша болады. Екі дауысты дыбыс бар екен. Жаңғақ дегенде ше? Неше дауысты дыбыс бар? Екі дауысты дыбыс бар екен. Ал жұмысшы дегенде не? Қайсы? Жұмысшы дегенде неше? Қайсы дыбыстар? Жұмысшы деген сөзде үш буыннан құралған екен. Ал неше дауысты дыбыс бар екен, балалар? Үш дауысты дыбыс бар екен, иә? Балалар, жақсы, жарайсыңдар. Онда бүгінгі күннің жағын жазбауында дәрмелерімізге бүгін қаңтардың 30-ы. Ал қаңтардың 30-ы деп жазамыз. Сынып жұмысы. Тақырыптың аты буын. Ың деген дыбысты жазамыз. Ың деген әріпті әдемілеп толтырады екенбіз. Ың деген дыбыс. Ың деген дыбыс қандай дыбыс екен, балалар? Дауысты ма, дауыссыз ба? Дауысты ма, дауыссыз ба? Дауыссыз дыбыс екен. Ал дауыссыздың қайсы? Ұяң, үнді, қатаң. Қайсысы соның? Қайсы дыбысқа жатады екен, балалар? Қатаң. Р, Л, М, Н, Ың. Ұяң ба, үнді ма? Р, Л, М, Н, Ың. Ұяң. Қатаң. Үнді дауысы дыбыстар жатады, не? Жақсы. Жаз баламыз. Ал ыңнан келетін сөз өтәдеш? Бірінші адамның атын. Біз енді ыңнан келетін адамның аты бар ма? Жоқ, ортасында келеді екен, иә? Таңат деген сөз әдемілеп жазамыз балдар. Таңат. Бұл жерде ортасына келіп тұр. Адамның аты еш уақытта онға келмейді. Ал енді таң қандай сөздер бар? Кең деп жазамыз, кең. Аң деп жазамыз.
соңында кездеседі екен, иә? Осы сөздердің бәрінде соңында кездеседі. Кең, аң, сен, аң дегенде соңында кездеседі. Тек қана ортасында кездесіп тұрған таң ат деген сөз екен. Жақсы балдар. Жазып аламыз. Әдемілеп жазып аламыз. Таңаттың атын жазып, астында аң деген дыбысын толтырамыз. Жаз. Жақсы бар. Қолдарыңыз ауырып қалма. Кішкене демалып, серпілу сәтін жасап жіберейік. Орныңыздан тұрып жауап берейік. Бес саусақ. Бес саусақ. Енді екінші жаттығу бар екен балалар. Екінші жаттығу. Екінші жаттығуды кім оқиды екен? Қане оқу. Кітаптан оқу. Не деп тұр кітап? Екінші жаттығу. Жақсы. Сөздерді буынға бөліп жаз деген Нұр-Сұлтан, Астана, қала. Кім Нұр-Сұлтан дегенді жазады? Кел. Нұр-Сұлтан деген неше буын тұрады деген? Жазады. Болды. Астана дегенде дайындап отырамыз. Астана. Кел. Кел ау. Жазып болсын, иә, кішкене тұрамыз. Нұр-Сұлтан. Нұр. Және не болады? Ұр болады, иә? Ұр. Сол. Сол. Там. Сыршавой. Ана. На. Отыра. Сені нейді? Астана деген ба? Неше бұнан өтті? Астана. Жазам. Қайны ашамын. Ас. Сырша ғой. Келмейін. На. Қала. Қала деген неше бұнда? Aralarında valla niye kursandı? Ötürü var edelim. Ötürü edelim ya. Kala. Kala.
жақсы, болды. Жарайсыңдар. Жарайсың. Күшті. Енді балалар, жазып аламыз дәптерге. Екінші жаттығу деп жазамыз. Нұрсұлтан, Астана, қала деген сөздерді жазамыз. Жазыңдар. Жазамыз. Әдемілеп жазамыз. Боямаймыз. Жазып жатырмыз ба? Енді балалар топтық жұмыс орындаймыз. Сан реті бойынша буындардан не құрайды? Сөйлем құрап айт дейді. Әр сөздегі буын санын анықта дейді. Бәрін жиналайық бірінші қатарға. Жиналайық. Бір книга алып балалар, дұрыс па? Еліміздің қайда? Бірінші топтық дұрыс орындамаған, иә? Еліміздің Астанасы, бас қаласы, дұрыс değil, бас қаласы, Нұрсұлтан қаласы, еліміздің бас қаласы, Нұрсұлтан қаласы. Жарайсыңдар. Еліміздің бас қаласы. Ja, жарайсың. Еліміздің бас қаласы, Нұрсұлтан. Жарайсың. Әкел. Жарайсыңдар бaba. Топтық жұмыста белсене қатысып
Жақсы балалар. Бүгінгі сабаққа белсене қатысқандарыңыз үшін қошемет қайда? Балалар, енді тапсырмамыз сөздерден буындар құраймыз. Сөздерден не құрайды дейміз балалар? Буындар құрайды дейміз, иә? Неше буынды сөздер көріп тұрсыз балалар? Бір буыннан келетін сөздерді айтайықшы, қане өздеріңіз айтайық. Және мына топтағылар бір буынды сөздерді сендер қосылмаңдар. Мына топтағылар. Ат және лап және бал. Жарайсың және жақсы үшеуін айтты. Сендер екі буынды сөздерді айтыңызшы, екі буынды. шана Жарайсыңдар және алма жарайсыңдар. Екі буыннан келетін сөздер. Шана, алма, жан, дұрыс айтасың. Үшінші топ. Және үш буыннан келетін сөздер. Оңай жарайсың. Алматы жарайсыңдар. Жақсы, олай болатын болса, біздер қазір әр топтың оқушысы келіп бір буынды сөздер бірінші топтан бір буынды сөздер тауып алып, ішіне келіп жабыстырып келді. Раяна кел. Бір буынды сөздер тауып. Бірінші топ бір буынды сөздер жазады. Смайликтан. Магнитті. Бір буынды сөздер қараңыз. Қайда бір буынды сөздер? Бір буынды сөздер. Бірінші терезеге қысыр. Сен екіншісі. Бірінші терезеге. Және бір буынды. Жақсы, екі буынды сөздер. Бір буынды сөзге кетсін. Бір буынды сөзге келе қойсын. Қазір бір буынды сөзді жабыстырып алсын. Құдай несіге. Екінші буынды әңгімесі. Қолымызды көтереміз, айқайламаймыз. Айқайласа шығармаймыз. Екі буынды сөз. Екі буынды бар. Кел. Екі буынды сөз. Бір буынды сөз табасын болсын. Бір буынды сөз. Тап кел. Кел ау. Бір буынды. Әлде де толып тұрамын деп отқандар бар. Бір буынды. Бірінші топқа бір буынды. Екі буынды сөз. Және кім жазады? Кел. Айқайламаймыз. Сен жаздың ба? Қайсы екі буынды сөз? Қайсы? Екі буынды. Иә, магнитті алып. Тағы екі буынды сөз, бір сөз қалып қойды. Бір буынды сөзден біреуі қалды. Бір буынды сөз қалды. Енді үш буынды сөзден келетін сөздер. Үш буынды келетін. Сендер екінші топ. Үш буындан келетін сөздер. Үшінші топ. Кел. Кел ау. Балапан. Жарайсың. Және бір оқушы еседі. Кел ау. Жарайсыңдар балдар. Барлығымыз тамаша. Буынды сөздерді біліп жатырмыз, иә? Жақсы.
Жауап берді және. Бізде жарайсыңдар балдар. Жарайсыңдар. Бүгін тамаша сұрақтарға жауап беріп жатырсыңдар. Енді сабағымызды қорытындылап кетеміз. Бүгінгі сабаққа барлығымыз түсіндік пе? Енді бір тапсырмамыз бар, соны қорытындылап кетуіміз керек. Буынға бөлінген бақадағы сөздерді табуымыз керек. Неше буынды сөздер тұрады, ол бақадағы сөз. Бақа әдісін пайдаланамыз. Қазір келіп, қолымызды көтеріп, осы жерге келіп басып жазамыз. Неше буыннан тұрады екен бұл сөздер. Қолымызды көтереміз керек. Жақсы, айқайламаймыз. Нешінші? А-да тұрма, В-да тұрма, С-да тұрма, қайсыда тұр? А-да. Жарайсың. Жақсы, сұрамайыз. Мата сөзі. Бұлға, мата сөзі. Жоқ, мата сөзі. Неше бұлдан тұрады? Қандай? Та. Қайсы? Асы, бұсы, сысы. Асы? А дейді. Дұрыс таптың ба балдар? Ойлама. Мата дейді ғой жаңа. Сысы. Тапты. Жарайсың. Көбелек сөзін буынға бөл. Неше буыннан тұрды? Қайсы? Үш буыннан. Қайсы соны? Асы, бұсы, сысы. Асы, бұсы ойланған. Қара. Көбелек. Көбелек. Қайсы? А-бы-сы. Сы. Бас. Анадан айналып кет, Раяна. Болды, жылдан. Айқайламайыз. Болды, бұлай отырамыз, әдемі olur. Неше буыннан тұр? Мысық деген сөз? Мысық деген сөз. Неше буын? Қайны мысық деген? Асы? Қасық деген сөз. Қасық. Айбер. Қайсы? Қасық. Жарайсың. Келесі орамал сөзін. Келеу. Иә, Рамазан бірінші жасады. Шықпағанда шықсын. Енді жасыман сендердің нелеріңіз қой, смайликтеріңіз. Қайсы? Орамал. Неше буыннан тұр? Қайсы? Үш буыннан. Қайсы? Асы, бұсы, сысы. Жарайсың. Ал кілем деген сөз. Неше буыннан? Апай суранды деместейші. Иә. Апай суранды. Жарайсыңдар балдар. Бүгінгі сабаққа жақсы күшті қатысып отырсыңдар. Бақаның сұрақтарына жақсы
бердік, Жақсы. Ондай болса, көңіл күйлеріміз қалай екен? Бүгінгі сабаққа көңіл күйлерімізді көрсетейік. Не деп тұрды? Түсіндім, сұрағым бар, түсінбедім деген, иә? Ал енді түсінген болса, қалай қыламыз? Түсінбей десе, қалай өзіміздің эмоциямызды көрсетуіміз керек, түсінбесек, жақсы ма? Ұл балдар. Мен түсіндім. Қыздар, қалай қыламыз? Ал мына сұрағым бар дейтіндер бар ма? Кәне сұрағым бар деген. Кімде сұрағы бар? Ал Мен сабаққа жақсы қатыстым, бірақ та мен сабақтың бәрін білдім. сұрақтың бәрін білдің енді. Қайсысынан қай сұраққа түсінбей қалдың? Буынға түсінбей қалдың ба? Ешқашан түсінбей сұрағым бар дедің ғой. Қандай сұрағым бар? Буынға ма? Иә, буынға түсінбей қалыпты Әли. Ал кім түсінді? Әлиге кім түсіндіріп береді екен? Буынды. Айтшы берші Әли. Әли тұр орнында. Нема бұны түсінген? Сөз буынға бөлінеді. Сөзді қандай дауыста болса сонша болады. Түсіндің бе? Жарайсың. Ал келесі. Қыздардан қане кім түсінбей қалды? Мен түсіндім. Қыздардан. Түсінбеген ба? Сұрағым бар еді. Кімнің сұрағы бар? Әли сияқты түсінбей қалып сұрақтарыңыз бар ма? Жоқ па? Жоқ. Ал түсінбеген, мүлдем түсінбеген оқушы бар ма? Кім түсінбеді? Сабаққа бүгін еш мүлдем түсінбедім дегенде. Бүгін қандай тақырып өткенімізді де білмей, буынды да білмей, Нұр-Сұлтан қаласының қалай екенін білмей отырғанымыз бар ма? Жарайсыңдар. Бәріміз түсіндік па? Ал қыздар сендер түсінбедіңдер ма, түсіндіңдер ма? Онда бәріміз де осы түсіндік қой, иә балдар? Ал қыздар түсінген болса, сабағымыз қалай өтті? Көңіл күйлеріміз тамаша ма? Тақырыпқа түсіндік па? Не туралы айтылған? Нұр-Сұлтан қаласы жайлы айтылған, иә? Нұр-Сұлтан қандай қала туралы? Қандай қала? Ненің астанасы? Елімізді астанасы не? Нұр-Сұлтан қаласы, иә? Көрікті қала ма? Көрікті қала. Ал не көріп тұрсыңдар бұл жерде? Бүгінгі буын дегенге түсіндік па? Сөзде қанша дауысты дыбыс болса, сонша буын болады. Сөзде тұтас қой бүгін. Нұр-Сұлтан, Астана, қала дегенді, иә? Неше буыннан тұратын сөздерді жаздық. 2 буыннан, 3 буыннан тұратын сөздерді жаздық па балдар? Жаздық. Алдынан сөздерде 3 буыннан келетін сөздерді 3-ші топ жазды. 2 буыннан келетін сөздерді 2-ші топ жазды. 1 буыннан келетін сөздерді 1-ші топ оқушылары жазған екен. Балалар бүгінгі сабаққа түсінген болса, қош